Сәлеметсіңдер ме балалар, күндерің сәтті өтсін. Бүгінгі сабағымыз басталуға дайын болды. Бүгін біз өзіміз сызған суреттерімізден негізгі және көмекші кейіпкерлерді ажыратып үйренеміз. Ол үшін біз алтын балықтың туған күн деген тақырыптық сурет сызамыз. Мұғалімдерің тақтада алтын балықтың достарының суреттерін көрсетсін. Алтын балықтың өте көп достары бар. Оны өздерің көріп отырсыңдар. Сегіздік, омарта, теңіз жылқысы, тағы басқадай көптеген достарын мұғалімдерің тақтада көрсетіп қойған. Осының ішінен біз тек балық тектестерін ғана туған күнге шақырғанын суреттейік. Сендер үйде оны басқада етіп, түрлендіріп сызуларыңа болады. Және де мұғалімдеріңнің бүгінгі сызған суретін міндетті түрде ілесіп сызбай-ақ, ынталарыңды салып отырып, өз беттеріңмен де сызуға болады. Алтын балықтың туған күні атты тақырыпты сурет болғандықтан, мұғалімдерің мына қағаздың ортасына алтын балықты үлкен етіп сызып көрсетсін. Ол үшін біз ең алдымен өздерің таңдаған өлшемдеріңмен дөңгелекті сопақтау қылып сызып аламыз. Осыдан кейін алдыңғы екі жағына кішкене екі дөңгелек сызамыз. Бұл балықтың аузы деген сөз. Аузы мына жағында болғандықтан, оң жағына мына ұқсап құйрығын сызамыз. Осылайша балықтың негізгі сыртқы бөлігі сырт бейнесі шықты. Мына жерлеріне балықтың тағы бір бөлігін сызамыз. Осылайша алтын балықтың сырт бейнесі дайын болды. Келесіде балықтың бет бөлігін бұлай бөліп алайық. Балығымызға әдемі етіп үлкен көз сызайық. Көзін неғұрлым әдемі сызсаңдар, суреттерің соғұрлым әдемі болып көрінетінін ұмытпаңдар. Көздің қарашығының жылтырағы әдемі сызылған сайын суреттерің әдемі болып көрінеді. Келесіде алтын балықтың сыртқы қабығын сызамыз. Оны өздерің сызған суреттеріңе сәйкестіріп, жартылай сопақшамен пішінін сәйкестіріп, өз қалауларымен сызуларыңа болады. Оны сендер өз қалауларыңмен сызықтарын тарылтып сыза бересіңдер. Жарты сопақшамен жігін тарылтып сыза берулеріңе болады. Осыны сызғаннан кейін алтын балығымыз дайын болады. Бүгінгі біздің сызып жатқан суретіміздің тақырыбы алтын балықтың туған күні болғандықтан, мұғалімдерің балықтың шекесіне туған күннің тымағын кигізіп сызсын. Құйрығына да әшекейлеп сызықтар сызайық. Міне алтын балығымыз дайын болды. Алтын балықтың туған күніне достары келетіндіктен, достарын да бейнелеп сызайық. Мұғалімдерің алдымен қайықтың пішініндей пішін сызсын. Оған айды бейнелеп сызып қосайық. Аст үстіне балықтың қалқаншасы тәрізді етіп сызайық. Оған көз қосып сызсақ, ар жағынан келе жатқан акула болып шығады. Акула да алтын балықтың туған күніне келе жатқандықтан, оған да туған күн тымағын кигізіп сызайық. Осылайша алғашқы досы келді. Келесі досын сызу үшін мұғалімдерің тұрғызып сопақша сызсын. Мұны өз қалауыңмен қай жеріне де орналастырып сызуыңа болады. Осы сопақша бейнеге мұғалімдерің әдемі етіп үлкен көз сызсын. Бұл кішкене тәртіпсіздеу балық болғандықтан, мұғалімдерің бұлай етіп сызды. Ал бұл балық туған күн тымағын кимей жүр.
Келесі нәрсеге мұғалімдерің домалақ пішін сызсын. Оның алдына ауыз сызайық. Қалқаншаларын мұғалімдерің үлкен етіп сызды. Әр қайсың қалаған пішінде осылай балықтарды сызуларыңа болады. Бұған да көз сызамыз. Көзге міндетті түрде қарашығын жылтырақ етіп сызыңдар. Мына балықты мұғалімің ала балық қылып әшекейлесін. Бұл балық алтын балыққа сыйлау үшін үрленген чарлар ұстап алған. Міне осылайша алтын балықтың туған күніне келе жатқан достарын сыздық. Бұл жануарлар суда өмір сүретіндіктен мұғалімдерің өзеннің түбінде тұр деп ойлап жерді сызып берейін. Ол жерді өзің қалаған қисық сызықтарыңмен әшекейлеп сызуға болады. Мына жерге мұғалімдерің бөлек бір жануарды сызып көрсетсін. Ол жануарды сызу үшін бірінші дөңгелек пішін сызамыз. Одан кейін артына кішкене құйыршығын қосып сызамыз. Мына жануар қандай жануар болар екен, балалар? Келесі досы қандай жануар болды деп ойлайсыңдар? Осылай екі көз сызғанда мына жануардың негізгі пішіні пайда болды. Әрине бұл жануар лу болып шықты. Көрдіңдер ғой, балалар? Міне осындай өте оңай жолдармен бұл жануарларды бейнелеп сызуға болады екен. Мұғалімің тағы да туған күн тымағын кигізді. Бұл жануарларды сызу барысында ұстаздарың тек қарапайым, өзіміз сыза алатын сызықтарды пайдаланып сыздық. Осылай алтын балықтың барша достары келді. Олар өзеннің түбінде болғандықтан мен айналасына шөп өсімдіктерін осылай бейнелеп сызып жатырмын. Мына жерлерге түзу сызықтар арқылы су астындағы өсімдіктерді сызуға болады. Әрине қисық сызықпен еректеп сызуға да болады. Қайсысы өзіңе ыңғайлы, сонымен сыза ғой. Сендер өздерің гүл, жапырақ сызу тәсілдеріңмен су асты өсімдіктерін әшекейлеп сызыңдар. Мына балықтар бір-бірімен сөйлесіп тұр деп ойлап, ұстаздарың ауыздарының үстіне су көпіршіктерін сызсын. Осылай сызу арқылы біздің бүгінгі алтын балықтың туған күні тақырыбындағы тақырыптық суретіміз сызылып бітті. Ал енді біз суретімізді бояйық. Бұл сурет су астында болғандықтан суретімізді көгілдір реңмен толтырамыз. Көк түстің түрлері өте көп болатындықтан неғұрлым ашық реңін таңдап алыңдар. Қандай суретті де бояғанда ең алдымен жалпы артқы фонынан бастаған өте тиімді болады. Мұғалімдерің осылай ашық көгілдір реңмен негізгі фонды толтырайын. Ал сендер өздеріңде бар бояу жабдықтарыңмен бүгінгі суреттеріңді бояп шығыңдар. Бұл кезеңде суретте сызылған пішіндер мен сурет кейіпкерлерін боямай қалдырып тек қана артқы фонын бояймыз. Бұны келесі кезеңде басқа өңдермен бояйтындықтан бұларды бояуға болмайды. Егер сенде әр түсті бояулар бар болса, соларды араластырып бояуыңа да болады. Және де басқадай қандай тәсіл пайдаланып әшекейлеуге болатынын ойланып, өз еркіңмен бояуыңа да болады екен.
Осыны бояп болған соң өсімдіктерді және жерді бояймыз. Ал одан кейін суретіміздің кейіпкерлерін, балықтарды бояймыз. Міне мен негізгі артқы фоным бояп болдым. Келесі бояйтын нәрсеміз су астындағы өсімдіктер мен жері. Бұл өсімдіктерді жасыл, сары, басқадай өзің қай түстермен су астындағы өсімдіктерді бояғың келеді, қалауыңмен бояуыңа болады. Мұғалімнің кей жерлерін боямай ақ қалпында қалтырып кетіп жатырмын. Оны басқадай өң араластырып боямақшымын. Өсімдіктердің бір жағын ғана жасыл өңмен боядым. Өсімдік өзі көп, әр түрлі өңді, пішінді болатындықтан, мұғалімдердің жаңағы ашық қалдырған жерін жасылдың кішкене барандау түсімен бояп көрсін. Қандай да бір суретті бояғанда, неғұрлым көп түс пайдалансаңдар, сызған суреттерің де соғұрлым әдемі болып көрінеді. Бояған кезде сызықтың сыртына шығармай, таза етіп, өңдерді бір-біріне сәйкестіріп боясаңдар, суреттерің одан да әдемі көрінеді. Суретке тағы қандай өңдер қосуға болады десеңдер, сары және қызыл түстерді қосуға болады екен. Мұғалімдерің сары түс қосып боясын. Өзеннің ішінде түрлі түсті гүлдерді де қосып сызуға болады. Өткен сабақта біз бір-біріне сәйкес келетін өңдер туралы өткендіктен, сендер оларды оңай сәйкестіреді деп сенемін. Өсімдіктерді бояп біттік. Енді жерді бояйық. Ол үшін мұғалімдерің қоңыр түсті таңдады. Топырақ қоңыр түсті болатындықтан, осы түсті таңдап алып отырмын. Сендер өздеріңде бар түстерді пайдалануды ұмытпаңдар. Бұл суретті негізгі фонын бояп біттік. Енді жануарлардың сәйкестіріп бояп бітірейік. Ең алдымен алтын балықты бояймыз. Алтын балық атына сәйкескен алтын сары түсті болатындықтан, барлық денесін осы түспен бояп шығайық. Негізгі денесін бояп болған соң, аузын бояймыз. Аузын әдемі қызыл түспен бояйық. Достары келіп кішкене ұялып тұр деп ойлап, бетінде кішкене қызыл өңмен әрлейік. Осылай негізгі денесін бояп болдық. Келесі бояйтын бөлігі құйыршығы. Оны мұғалімдерің қызыл сары түспен боясын. Сендер өздерің де бар бояумен бояуларыңа болады. Негізгі денесі алтын балықтың осылайша аяқталды. Одан да әдемі болдыру үшін қабығына, құйрығына ұқсас сіңімді түстермен сызық сызу арқылы әшекейлеулеріңе болады. Әсіресе қабығын кемпір қосақ өңдермен безендірсе, одан да әдемі көрінеді. Сыртқы қабығын жаңа біз қызыл түспен бояған болсақ, енді көк түсті араластырып бояйық. Кейбір жерлеріне қызыл сары өңді де қосуға болады.
Көп түстермен боясақ, алтын балығымыз өтті әдемі болып көрінеді. Өз қалауыңмен түрлі түстеңдерді қосуға болады екен. Міне мұғалімдерің сызып жатқан балығы дайын болып қалды. Тымағын сызықтармен әшекейлейік. Өңін өзің таңдап сызуыңа болады. Туған күн тымақтарында әдем суреттер бар болатындықтан, мұғалімің жалпылай ашық күлгін түспен әрлесін. Міне алтын балығымыз дайын болды. Келесі жануарымыз ол акула. Акуланы жалпылай сұрып түсті деп ойлап бояйық. Сызу барысында оны сіңістіріп бояуға болады. Жаппай бояп алған соң қағазбен немесе қолмен, саусағыңмен аздап жайып, сұры түспен жұмыстауға болады. Міне біздің сызып жатқан акуламыз дайын болды. Енді үстіндегі тымағын әдемі етіп безендірейік. Аздап бұл түске сары түсті қосайық. Келесі қонақ балықты бояйық. Үстіңгі бөлігін әдемі тұнық жасыл түспен бояп көрейік. Балықтар қандай өңді болса да болады. Біздің ғаламшарымызда шамамен 20 мың түрлі балық тіршілік етеді. Солардың ішінен қандай өңді, қандай пішінді болсын балықтарды өздерің ойдан құрап, жасап, сызуға болады екен. Мұғалімдерін көзін бояған сияқты етіп, сары түспен боясын. Ал туған күн тымағын сия күлгін өңді қылып бояп, сол бояғанымызды нүктелер арқылы безендірейік. Үстіне нүктелер сызайық. Осылайша тымағы да дайын болды. Енді ұлудың соңғы бөлігін қоңыр түспен, бет бөлігін сұры түспен боясын. Қоңырды да екі түсті ажыратуларына болады. Басын сұры түспен боядық. Ал тымағын болса, зигзаг ретінде сызуға болады. Ал соңғы ала балығымызды ала бөлігін қара көк өңмен боясын. Анық болу үшін қара көкпен боядық. Құйыршығын аз мөлшерде қара сызықтар арқылы әрлеп, күлгін өңмен бояуға болады. Мұның да өңін өздерің тарылтып бояуларыңа болады екен. Өзіңде бар бояуларды пайдалан. Енді балықтың негізгі өңін қандай қылсақ болатын өздерің ойланыңдар. Мен қызыл түсті таңдадым. Әдемі қызыл өңді, сия күлгін жолақталған балықты үрленген шар ұстап, туған күнге келе жатқан етіп бейнеледік. Үш түсті шар бар. Үш түсті шарды ашық,
әдемі түстермен бояп безендіруге болады. Біреуін ашық көк түс, келесісін қызыл, үшіншісін қызыл сары түспен боядым. Мұғалімдердің доптарға жарық түскенде етіп бояған жақсылап байқаңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі үйренетін нәрсеміз ол басты кейіпкер мен көмекші кейіпкер болатын. Сонымен мына суреттің басты кейіпкері қайсы деп ойлайсыңдар балалар? Бұл суреттің басты кейіпкері ол алтын балық. Оны қалай білдің десеңдер, суреттің басты кейіпкер деген сол тақырыпқа өте байланысты болады. Алтын балықтың туған күні дегендіктен сол суреттің басты кейіпкері ол алтын балық болуы керек. Көмекші кейіпкерлер дегеніміз басты кейіпкерді айқындап тұрған кейіпкерлер. Басқаша айтқанда, туған күн тойлағалы келген достарымен айналадағы шөп өсімдіктер. Осы суреттегі көмекші кейіпкерлер болып табылады. Осылайша бұл сурет бір тұтас сурет болып өзгереді. Сонымен басты кейіпкер дегеніміз суреттің тақырыбына байланысты болады екен. Егер суреттің басты кейіпкерін табам десең, бірінші тақырыбына қатты мән беріп, басты кейіпкеріңді анықтай алады екенсің. Ал көмекші кейіпкер деп басты кейіпкерге көмектесіп тұрған кейіпкерлерді айтады екенбіз. Сендер үйде артында тұрған акуланың туған күні деген тақырыпта сурет сызып, сол суреттің басты және көмекші кейіпкерлерін отбасыларыңмен әңгімелесе отырып, сөйлесіп сызыңдар. Көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет, сау болыңдар.